Сәлеметсіздер ме? Мен бүгінгі жас ғалым ауылдан жобасына қатысушысы Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Әйке жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Дүйсен Әдемай. Мен бүгінгі талқылайтын тақырыбым Қазақстан репрессияның қамытында Карлаг, Степлаг және Алжир лагерлері туралы талқылайтын боламыз. Бұл лагерлер не үшін салынды? Бұнда тұрғындар қандай және немен айналысты деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Менің ғылыми жобамның негізгі тақырыбы ГУЛАГ жерлері және репрессия зерттелетін лагерлер Карлаг, Степлаг, Алжир. Мақсаты саяси тұтқындар мен әділетсіздікті зерттеу. Репрессия бұл тек қана бір адамға емес және топтарға қуғын сүргін жүргізу және сол қуғын сүргінді жүргізе отырып жазалау. Қазақстандағы репрессия 20 ғасырдағы кеңес өкіметінің саяси қысымы мен зорлау шараларының нәтижесі. Осы репрессия жүре отырып, олар ГУЛАГ жүйесіндегі үш түрлі лагерлерді біздің Қазақстанға орналастырған болатын. Келесі бетте біз ГУЛАГ туралы айтсақ, ГУЛАГ бұл оппозицияны жоқ қылу және ГУЛАГ бұл тек қана жүйе емес. Бұл мемлекеттің экономикалық маңызы. Осы лагердегі тұтқындарды қолданып, өз жағдайларын жақсарту деуге болады. Келесі бетте қарап отырсақ, ГУЛАГтың қандай жерлерде лагерлерді салынғанын анық көрсетіледі. Ендігі ГУЛАГтағы ең ірі лагерге келетін болсақ, Карлаг, Қарағанды лагері. Бұнда Карлагтың жер көлемі 1,7 миллион гектар, шамамен Францияның жер көлемін алып тұр. Бұл жерді тұрғындар мемлекет ішіндегі мемлекет деп те атап кеткен. Келесі бетке көшетін болсақ, Степлаг, Степной лагері. Степлаг туралы мәліметтер аз келеді. Себебі бұл Степлаг туралы архивте мәліметтер жоғалып кеткен. Қазіргі зерттейм деген адамдарға ешқандай дерек жоқ және аз болып келеді. Степлагта 1958 жылы Кеңгір көтерілісі деп тарихта жазылған. Бұл Кеңгір көтерілісі Кеңгір маңында тұтқындардың ұйымдастырылған көтерілісі болған. Бұл көтеріліс өте ауыр өтті, себебі онда неше түрлі танкпен, пулеметтермен адамдар езіліп және атылып қайтыс болған. Келесі бетке өтетін болсақ, бұнда Алжир лагері, Ахмалинский лагерь жон изменников Родины. Алжир Ақмола өңірінде орналасқан. Онда ұлт зиягерлердің ұлтшыл және өзін ғана ойлайтын деп санағаны үшін, олардың да өз туыстарын және әйелдерін, қыздарын осы лагерге алып келіп тұтқынға қамады. Олардың ешқандай жазығы жоқ, бар болғаны олардың сол зиялылармен байланысы болғаны үшін. Келесі бетке өтетін болсақ, бұнда біз репрессия және ГУЛАГ жүйесі қазақ зиялылары мен қарапайым халыққа қалай әсер етті. Қазақ зиялылары әсер етті. Көптеген зиялылар халық жауы деп айыпталып, ұсталып лагерлерге жіберілді. Сол арқылы қазақ мәдениеті мен білім саласы әлсіреді. Қоғамға әсері репрессия халық арасындағы сенімсіздік пен қорқыныш туғызды. Әлеуметтік құрылымды өзгертті, қазақ қоғамының дамуына теріс ықпал етті. Қарапайым халыққа әсері ауыл шаруашылығымен айналысқан тұрғындарды жерінен айырылып, аштық пен қиыншылық көрді. Кейбір отбасы мүшелері лагерлерде қаза тапты.
Осыны қорытындылай келе, біз жаңа тақырыптың басында айтып кеткендей болатын үш лагердің нәтижесінде осы Сталин біздің зиялыларымыздың және саяси тұрғындардың ешқашан рухын сындыра алмады. Оның тіпті қаншама әскерлері болса да, біздің күшіміз сынбады. Осыдан кейін тарихқа қызығып, өз тарихымызды біліп кетуіміз жөн. Назарларыңызға рахмет.